Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге фейсваппер жасанды интеллектісі арқылы өзіңіздің аватарыңызды жасауды және де кез келген картинкаға, суретке өзіңіздің бейнеңізді қоюды үйрететін боламын. Ең алдымен ол үшін Googleға фейсваппер деп жазып аламыз. Одан кейін міне осында ең бірінші тұрған сайтқа кіретін боламыз. Кірген бетте бізге осындай терезе шығады. Бұл сайт ағылшын тілінде болғандықтан өзіңізге ыңғайлы міне осылай жоғарғы жағында перевод жасайын ба деп тұр, иә, орыс тіліне аударып алсаңыз болады өзіңізге ыңғайлы тілде. Яғни бұл программада өзіңіз тіркелсеңіз де болады, войти басып өзіңіздің Google аккаунтыңызбен тіркелуге болады. Ол жағдайда сізге бұл программа күніне 10 фотоны ауыстыруға лимит береді. Ал егер де тіркелмей ауыстыратын болсаңыз фотоны, жұмыс жасайтын болсаңыз, ол кезде сізге 6 ғана лимит беретін болады. Сіз 6 фотоны, 6 аватар жасайтын болсаңыз, ол кезде лимитіңіз бітіп, келесі 7-ші фотода ешқандай жұмыс жасай алмайсыз, өзгерте алмайсыз. Сол үшін ыңғайлы войти батырмасын басып, өзіңіздің Google аккаунтыңызбен кіргеніңіз дұрыс болады. Ол жағдайда күніне 10 фотоны ауыстыруға сізге мүмкіндік береді. Келесі осындай бетте біз бірінші тұрған графаға өзіміздің фотомызды қоятын боламыз. Ең алдымен бұл программада өзіңіздің фотоны және кез келген өзіңіз қалаған аватар, картинка, суретті дайындап қоюыңыз керек. Бірінші өзіміздің фотомызды қоямыз. Екінші тұрған графаға өзіңіз қалаған аватарды немесе картинканы қойсаңыздар болады. Мен қазір өзімнің түрімді осы аватарға қойғым келіп отыр. Ең астыңғы жағында загрузить и начать деп тұр, соны басатын боламыз. Біздің қазір аватарымызды дайындап жатыр, бұл жасанды интеллект. Кішкене күте тұрамыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыдай аватар дайын болды, Енді осы аватарды скачать етіп алатын боламыз. Алдағы уақытта мен осы аватарда кез келген презентацияда, не болмаса профильді, кез келген жаңағы слайдта қолдана беруіме болады. Келесі фотоны қою үшін, ауыстыру үшін удалить ететін боламыз. Енді тағы да қазір хит болып жатқан дүниенің бірі, өз оқушыңызды болашақта мамандығына байланысты картинкасын жасауға болады. Қазір хит болып жатыр, соны мен қазір көрсетейін бір оқушыны мысал ретінде. Бірінші оқушының суретін қоямыз. Бұл оқушы бизнесмен болғысы келеді. Екінші бір кез келген бизнесмен бір адамның суретін дайындап қоямыз, Міне, қазір мен осы оқушыны, осы картинканың бетіне қойғым келіп отыр, түрін ауыстырғым келіп отыр. Загрузить басамыз. Қазір бізге дайындап жатыр. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, біздің фотомыз дайын болды, өте керемет. Шықты деп ойлаймын. Жүктеп аламыз өзімізге. Енді дайын болған суреттерді қарап шығайық. Қандай әдемі, Мынау керемет шықты. Сіздер осындай аватарды қалай жасауға болады, алдағы уақытта бөлісетін боламын. Осындай қазақи нақышта суреттер, аватарлар жасауға болады, алдағы уақытта мен бөлісетін боламын. Сіздерге видео түсінікті деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.